Екінші сынып қазақ тілі 82-ші сабақ. 82-ші сабақ. Сөз құрамы туралы не білдім? Сөздерді сөз құрамына қарай талдай аламын. Тақырыбына қарап мәтін мазмұнын болжаймын. 76-шы жаттығу. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда. Ең қымбат байлық. Ертеде бір жалқау жаратқан ем. Жарық дүниеге әкелген соң дәулетті шалқыған бай етіп жаратсаң етті. Ішсем тамаққа, кисем киімге жармай жүрген түрім мынау, деп уайымдапты. Оның мұңын естіп қалған бір ақсақал, шырағым, сен андағы екі көзіңді маған сатшы, мен саған қалағаныңша алтын, күміс берейін деді. Жігіт ашуланып, екі көзден айырылғаннан кейін сіздің алтын күмісіңіздің керегі қанша дейді. Сонда ақсақал, ендеше адамның ең қымбат байлығы денінің саулығы. Сен сияқты 12 мүшесі түгел адам бай адам, оны ешқандай алтынға айырбастай алмайсың деген екен. Қарамен жазылған сөздері бар сөйлемді көшіріп жаз. Сөздерді сөз құрамына қарай талдап, белгілермен сызып көрсет. Адам түбір-ның жалғау, байлығы, бай түбір, лық, жұрнақ жалғау, денінің саулығы. 77-ші жаттығу. Ойлан тап. Жібектің інісі суық тиіп ауырып қалды. Қанша дәрі ішсе де ем болмады. Жібек інісіне қатты жаны ашыды. Сиқырлы дәрі тапсам ғой деп армандады. Дереккөздерінен ақпараттар іздейді. Сөйтіп інісіне шипа болатын ем тапты. Ол қандай ем деп ойлайсың? Дәріден басқа тағы қандай ем қолдануға болатынын дереккөзден ізде. Жалпы балалар суық дегенде лимон мен бал салып ыстық шайды тез-тез ішу керек. Малина салып шай ішу керек. Ол біздің денеміздегі салқынды шығарады. Есте сақтайық. 78-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. 32 мықты қаз қатар боп шықты. 16-сы асты, 16-сы үсті. Ескен Елубай. Шешуіндегі сөзге қосымшаның бәрін жалғап жаз. Дәлелде жауабы тістер, яғни тіс балалар. Шығармашылық үзіліш. 79-шы жаттығу. Коньки теуіп жүріп, байқамай бір қызды қағып кеттің, ол құлап қалды. Осындай жағдайда сен не істер едің? Бірінші, кешір дейсің де кете бересің. Екінші, қыздың тұруына көмектесесің, оның өзін қалай сезінетінін сұрайсың және кешірім өтінесің. Дұрыс жауабы осы балалар.